Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен дерево ян белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Дерево ин, кешіріңіздер, дерево ин белгісіндегі арналған болжам. Жалпы бұл айда ағаштың элементі және де ұлу келіп тұр екен. Жалпы барлық адамдар бір сезімтал болады, ашуланшақ болады. Жаңа деген дүниені, жаңа сөзін өмірлеріне қолданатын болады, өміріне, жұмысына қолданатын болады. Дерево ин, сіздерге грабитель келіп тұр екен. Өздеріңізге ұқсамайтын адамдармен танысатын боласыздар. Мысал алатын болсақ, егер әйел адам болатын болса, ер адаммен танысу мүмкін. Немесе басқа ұлттың, басқа мемлекеттің адамдарымен, немесе ойы мүлде ұқсамайтын адамдармен танысуларыңыз ықтимал. Сіз жасап жүрген жобаңызды, жұмысыңызды немесе біреулер ұрлауы мүмкін. Сізде жоғалту болады, немесе сізден ұрлау оқиғасы болуы мүмкін. Ұрлау дегенге құнды заттар, енді телефондарыңыз, одан кейін жаңағы жұмысыңыз, әртүрлі жобаларыңызды ұрлауы мүмкін. Сол себептен құпияларыңызды ешкімге айтпаңыздар. Жалпы ұлу сіздер үшін ақшаның элементі болғандықтан клиенттеріңізді, ақшаңызды ұрлауы мүмкін. Жұмыс көп болып, ақша да келеді. Егер бастарыңыз бос болса, танысу болады. Егер үйленген, тұрмыста болсаңыздар, жеке өмірлеріңізде, жұмыстарыңызда конкуренттер болады деген сөз. Егер сіздер некеде болатын болсаңыздар, үшінші адам пайда болуы ықтимал. Егер аяғыңыз ауырлауы мүмкін, аяғыңыз ауыр болуы мүмкін. Жалпы басқа адамдардан сізге ақша түседі. Жалпы денсаулықтарыңыз өте жақсы болады. Барлығын оңай жасай аласыздар. Үй немесе машина аласыздар. Үйлеріңізге ремонт жасатасыздар. Инвестиция жасауға жалпы жақсы кезең, бірақ айдың соңында жасасаңыздар жақсы болады. Жаңа жұмыс бастайсыздар. Балаларыңызға заттар сатып аласыздар. Жалпы айдың соңында өзіңізге көңіліңіз толады. Барлығы сіз ойлағандай, сіз жоспарлағандай болады. Жалпы егер менің болжамдарым ұнап жатса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий қалдыруды ұмытпайық. Мені тыңдағандарыңызға мың алғыс. Сау болыңыздар. Бәрі жақсы болады.